Менің атымды атассам, сіз Қарақалпақтың жасамағансыз. Бәршеміз сүйіп тамашалаған «Танка» фильмінің авторы Мұратбай Нызанов, студиямыз мейманы. Мұратбай Нызанов бүгінгі күнде неменен бәнд? Пенсия деген өзі болмайды. Бүгінгі күнде сол «Әженияз» фильмі менен «Зиуар» фильмінің арасындағы өзгешелік қандай? Зиуарды қайттан көшіріп отқан болмайық. Қарақалпақ фильмінің зәбірдестігі жетіспеді ме, ақша берілмей қалды ма? Негедір суретке алынбай қалды. Көркем фильм жазады, бұлар бармақ бүгіп санағандай. Бұл Нызановтан басқа сценарист жоқ па? Мүмкін Қарақалпақ халқының менталитетін білмей айтып отырған болса. Қарақалпақ фильмінің директоры бұл әмел деген емес. Бір бизнесмен өзінің қызының шашу тойын берді суретке алуға. Құдырат Атажановтың істеген фильмі. Бұл ұры, мұны кәдімгі ұрыға болды. Оған мұрат етілгенде мен көрген болар едім. Киноға бір 10 миллион сұрасаң беріп. Қарақалпақстан емес, бүткіл Өзбекстанда драматургия, Ақса Батыр деген гәпті естеміз. Автор мен, бірінші мен киноның иесімен. Фильмнің аты неге Текарынан «Танка» болды? Военный частан танк аламыз, сөз университетке ыстыболын қаратып қойып атамыз дейді. Кино түсірілу барысында көптеген қызықты уақиялар болады деп біз көп естеміз. Сақалымды алсам киноға түспеймін деді. Шамрат ағаға мотоцикл айдатып қойыпсыз. О, абырай қылып өлтіре жатсыз ба?